Ақтоғай ауданының орталықтандырылған кітапхана жүйесінің кітапханашысы Кенжебаева Сандуғаш Құсайынқызы. Атымтай жомарт ертегісі. Атымтайдың ата-анасының азан шақырып қойған есімі Атым екен. Тай шаһарында туып өскендіктен тай сөзі жалғанып Атымтай атаныпты. Өзі әрі есепсіз бай, әрі қолы ашық, мәрт, жомарт кісі болыпты. Осындай мырзалық мінезіне орай ел ішінде айтылатын әңгімелерде Атымтай жомарт атанып кеткен екен. Тай шаһарына жақын маңда түлкідей қу бір адам болыпты. Бірде ол адам Атымтайдан қарызға 100 ділдә сұрап келеді екен. Жомарт оның аты жөнін білмесе де сұрағанын беріп жібереді. Тай шаһарынан ұзап шыққан алаяқ орамалға ораған ділдәсіне қарап, өз қулығына масаттанады. Сол кезде бір қарға ұшып келіп түйіншекті іліп әкетеді. Оны далбақтап қуып жете алмай шаршаған қудың салы суға кетіп, опынып қала береді. Арада бір жеті уақыт өтеді. Сол алаяқ өзін танытпайын деп, бойын қоқырайтып, киімін өзгертіп, даусын құбылтып, Атымтайға тағы келеді. Жомарт оны бар сый-сияпатымен күтіп алып, сұраған ділдасын тағы береді. Осы жолы да ойлаған іске асқан қу ділданы таяғына түйіп алып, бұрынғыдан басқа жолмен жүреді. Алдынан өзен кездесіп, судан өтіп келе жатқанда, ділдә түйген орамалы суға түсіп кетеді. Қудың діңкесі құрып, тағы да жер сипап қалады. Алаяқтың Атымтайдан 3-ші рет ділдә сұрауына тура келеді. Бұл жолы ол ақ ниетімен сұрап, үйіне аман есен жетеді. Сауда-саттық жасап шаруасы оңалады. 1-2 жылда байып, тіпті қызметші де ұстайды. Бір күні ол жомарттан алған 300 ділдасын түйіп, басқа да сый-сияпат әзірлеп, Тай шаһарына келеді. Атымтай қонағын күтіп, ертеңінде кетер жолында ділдасының 100-ін ғана алып, 200-ін өзіне қайтарып беріпті. Қонақ бұл ісіне таңданып, аузы аңқиып отырып қалады. Сонда жомарт оған: алғашқы 2 рет келгенінде сенің ойың арам еді. Сондықтан сол кезде саған берген 200 ділдан өзіме қайта оралды. Алғашқысын қарға келіп тастаса, келесі сумен ақ келді. 3-ші рет адал көңілімен келдің, осы рас па? Деп сұрайды. Өзінің бұрынғы алаяқтығы есіне түсіп, сол қылығынан ұялған қонақ бұдан былай адал жолдан таймауға уәде беріпті.